Мен доллар гүлімін, иіңізге ақша шақырамын. Ала көлеңкеде де, жарықта да жақсы өсемін. Күннің көзіне де шыдамдымын. Тек жаздың ыстық күндерінде ғана, тік түскен күн сәулесіне қоймашы. Молынан бір рет суғарып алып, топырағымды келесі суғарғанға дейін жақсылап құрғатып алуың керек. Құрғақшылыққа шыдамдымын. Бірақ жапырақтарымды шаң тозаңнан тазартып, су бүркіп тұрсаң болды. Шифнера күтімі қарапайым, бірақ жарық сүйгіш бөлме өсіндігі. Оған жарқын, бірақ тікелей түспейтін күн сәулесі. Тұрақты жылылық. Топырағының орташа ылғалдылығы болса жеткілікті. Қазақтар мені отбасы бақыты гүлі дейді. Баршаңызға бақыт тіледім. Мен еркектің бақыты гүлімін. Шын атауым антуриум. Жаз айларында 3-4 күнде бір рет суғару керек. Ал қыс мезгілінде аптасына бір рет суғарсаңыз жеткілікті. Егу және көбейту әдісі. Жылына бір-ақ рет, көктемде ауыстырып отырғызуға болады. Гүлдеп тұрған еркек бақытының шоқ бұтасын 2-ге бөлу арқылы көбейтуге болады. Мен фикус бенджаминмін. Мені жарық жақсы түсетін жерге орналастыру қажет. Мен өзімді жақсы сезіну үшін ең маңызды шарт жарықтың молдығы. Жапырақтарым қою, жасыл ала жапырақты болсын десеңіз, мені жарыққа қойып дәрумендер беріңіз. Күн сәулесінің тіке түсіп, күйіп қалмайын. Жапырақтарым түсе бастаса, оның басты себебі жарықтың жетіспеуінен деп біліңіз.